Жапон автокөліктері. Көптеген қызықты фильмдерде мықты жапон автокөліктермен жүргенді байқаймыз. Бірақ ол жерде көбісі Supra немесе Skyline таңдайды. Бірақ кейде режиссерлер фильмге кішкене қарапайымдау автокөлік алғанды жөн көрді. Бүгін мен сіздерге Такси 2 фильміндегі сол қарапайым көлік туралы айтып беремін. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн достар. Сіздермен қайтадан Abzik Motors, және мен бүгін сіздерге дәл сол Такси 2 фильміндегі қарапайым көлік туралы айтып беретін боламын. Ол қарапайым көлікті Peugeot деп ойлап қалмаңыздар. Бүгін әңгіме сол Peugeot'ның қарсыласы Lancer туралы болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, пікір жазып кетсеңіздер мен өте қуанышты боламын. Қазақ автоконтентін бірге дамытайық. Ендеше кеттік. Жігіттер, естеріңізде болса, фильмде 3 Lancer болатын. 6-шы кезеңде шыққан 3 қара Lancer Evolution. Бірақ та ол жай ғана Evo емес еді. Нағыз Evo'ның суретіне қарайтын болсақ, ол кинодағы Lancer'ден тұманға қарсы жарық шамдарымен ерекшеленеді. Яғни 5-ші Lancer'мен айырмашылығы сол жарық шамдар кішірейтілген, және ол инженерлердің айтуы бойынша көлік аэродинамикасының жақсаруына ықпал етеді. Бірақ та тек алдыңғы бампер ғана өзгеріске ұшырамаған. Байқасаңыз, көлікте кастомдық капот, спойлер және крылолары үлкейтілген. Номерлері бампердің оң жағында орналасқан, қандай әдемі көрінеді. Ал капот астында не жасырынып тұр екен? Турбо үдеткішпен жабдықталған 2 литрлік қозғалтқыш 280 асау айғырдың күшін береді. Ал айналдыру моменті 370 Ньютон-метрге жетеді. Механикалық қорап пен әйгілі раллилік толық жетек. Осында 280 асау жылқы салмағы 1 тонна 280 килограмм болатын көлікті 0-ден 100-ге дейін небәрі 4,4 секундта оқтай ұшыратын. Осы цифраларға қарап отырып ойлап қарасаң, қалайша осы Lancer көттей Peugeot'ны қуып жете алмайды деген сұрақ келеді. Базар жоқ, Даниэльдің 406 Peugeot'сы капот астында мықты қозғалтқышпен, шетінегі қанаттармен, әдемі рульмен жабдықталған. Бірақ та қалай алдыңғы жетекті көлік сахадай сай дайындалған толық жетекті Evolution'нан қашып кете алады? Білсеңіздер, комментарийге жазып кетіңіздер, менің миым жетпей жатыр. Біреу білсе, біреу білмейді. Сіз егер Lancer Evolution'ның фанаты болмасаңыз, айта кетейін. Lancer'дің тағы да RS, RS2 және GSR деген түрлері бар. Тағы бір қызығы, Mitsubishi-ліктер сол RS-тің арнайы RS Sprint деген түрінде шығарған. Mitsubishi компаниясы дүркіреп тұрған шағында Rally Art деген арнайы тюнинг ательесі болды. Ол мекемеде раллиге арналған арнайы Mitsubishi-лер дайындалатын. Және Rally Art неше түрлі саймандар мен киім және аксессуарлар сатумен де айналысты. Сол кезде шыққан RS Sprint кәдімгі Evo'дан жеңіл және күштірек болатын. Оның капотының астында 330 жылқы кісінеп тұрған болатын. Тағы да бір Mitsubishi-ліктер мақтанатын нәрсе, ол 1999 жылы әлемдік раллиде сол жеңіске жетті. Сол раллиде жеңіске жеткен пилот қандай көлікті басқарды? Әрине, 6-шы кезеңдегі Lancer Evolution болатын. Өкінішке орай, ол фильмдегі машиналарға кейін не болғаны белгісіз. Қанша машина қатысты, қанша фильм барысында соғылды, белгісіз. Достар, бүгін мен сіздерге Такси 2 фильміндегі Lancer'лер туралы айтып бердім. Тағы қандай көліктер туралы білгіңіз келеді? Комментарийге жазып кетіңіз. Қазақ контентін қолдап, каналға тіркеліп, лайк қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған Abzik Motors. Ендеше, сау.